Çoдан бастыңдар ма? Дайын ба? Керек бар ма? Аха, бастайық ендеше. Жігіттер, қош келдіңіздер. Бүгінгі дастарханның басына уақыттарыңыз бөліп келгендеріңізге мың алғыс. Бүгін енді әдебиеттің заманауи үрдістері деген тақырыпты ортаға алып отырмыз. Кештің жүргізушілері Жанжігіт Омархан және Думан Мұхаммедқали. Сондай-ақ бізде қонақта атақты ақын, Шабыт фестивалінің президент кубогының иегері, сондай-ақ Құлан ауған жыр жинағының авторы Ербол Алшынбай. Расымен де бүгін оңай адамдар келіп отырған жоқ. Ортамызда Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты, Бозбеткей және Жан райы кітаптарының авторы, жыр жинақтарының авторы ақын Олжас Қасым бауырымыз ортамызда. Жігіттер, қош келдіңіздер. Тақырып жаңа Думан айтып жатыр ғой. Әдебиеттің заманауи үрдістері, поэзия, мынау жаңа әндердегі поэзияның көрінісі, орны, қазіргі ақындардың жай күйі, аяқ алысы. Осы тақырыптарды әңгіме өрбітейік. Алдымен ортаға тастайық. Біздің заманауи әдебиет қай бағытта жылжып барады, Ереке? Алдымен осы шақырып осында сұхбаттасуға мүмкіндік жасағандарың үшін рахмет. Ал енді әдебиеттің заманауи үрдістері дегенде бұл жерде поэзия, проза, драматургия, әдебиет, сыны бәрі де осы мына Совет одағының құрамында болған, содан кейін сол колониядан шыққан елдерде жалпы болатын процесс постколониалдық әдебиет деген. Бізде де сол процесс өзінің үдерісін жасап келе жатыр. Бұрынғы әдебиетте мысалы типтендіру, қаһарман жасау, герой негізгі міндет болса, жаңағы барлық күллі уақиға, күллі шығарманың болмысы сол басты кейіпкердің, қаһарманның айналасына жиналатын болса, қазіргі енді заманауи әдебиеттің ыңғайына орай қарапайым адамдар, кішкене адамдардың тағдыры басты кейіпкер емес, тұтас өмірдің өзімен ұқсас қоғамның, әдебиеттің қоғаммен бірге дамуы және өзінің жеке ағза ретінде, тұтас өнер ретінде өнер үшін дамуы деген принциптердің негізінде біздің әдебиет әлемдік әдебиеттік үрдістің қатарында және өзі қатарлы посткеңестік елдердің әдебиетімен бірге дамып келе жатыр деп ойлаймын. Жақсы, енді бұл жерге мына әдебиеттің заманауи үрдістері дегенде біз жалпы әдебиеттің алтын ғасыры десек, бәріміздің ойымызға, осы төртеуміздің ойымызға оралатыны 20 ғасырдың 50-ші ортасынан соңына дейінгі бір алтын аралығы бар да. Қарасаңыз, сол кезде жаңағы кеңес одағы да осы әдебиетті негізгі идеологиялық құрал ретінде пайдаланған және соны толық пайдалана білген. Ол кезде жазылған кітаптар болсын, көркем әдебиеттер болсын, өзінің белгілі бір, қалай айтса болады, негізгі бағыты бар, содан ауытқымайды. Ол кезіндегі, мысалға, Мехмет Майлиннің шығармалары болсын, бәріміз оқып өстік қой. Сондықтан біздің қазіргі әдебиетте осы идеологиялық бағыт, идеологиялық жаңағы көрініс бар ма бүгінгі? Енді әдебиеттің заманауи үдерістері деген кезде үрдістері бізде енді бұрынырақта жалпы еркін ойлау, еркіндік сол жағы өзі бір қапаста қалғандай болды. Енді мына тәуелсіздік алғаннан кейін бізде бір еркіндікке, еркін ойлауға
жол ашылғандай болды. Дегенмен бұның бір кері тұстары да бар. Өйткені жаңа өздеріңіз айтып отырғандай белгілі бір бағытпен жүру, нақты бір көздеген бір мақсаттарға жету жағы сәл енді ауысып кеткендей болды. Өйткені кім не жазғысы келеді, соны жазды. Белгілі бір деңгейде әдебиетті идеология құралы ретінде біздің мемлекет әлі қолдана алмай отыр. Жаңа бағыттар келіп жатыр, жаңа Европаның тың үрдістері, жастар мүлдем қазір жалпы біздің дәстүрлі әдебиетті содан бойын алшақ ұстайтын болды. Біздің жаңа дәстүрлі әдебиетте жүрген қаламгерлер, олар өздері бір бөлек кетті. Кейінгі уақытта осы жаңағы әдеби өлкетану, тарихи өлкетану деген бағдарламалар бойынша шығармалар жазыла бастады. Бірақ бәрібір сол белгілі бір бағытқа икемдеу ақын жазушыларды, ол енді өзінің бір қымбат жемісін бере қойды деп айта алмаймыз. Сол белгілі бір жоспарды, тапсырысты орындау бағытында ғана жазылып қалған дүниелер ретінде сол халықтың ойында қалған сияқты. Әдебиеттің даму және үрдісіне жаһанданудың зияны бар ма қазіргі таңда? Жаһанданудың әрине зияны жоқ. Бізде қазір осы бір қуаныштысы, мына жаңа буынның, жас буынның бірден тікелей жаңағы шетелдегі мысалы ең танымал тілдер, жаңа ағылшын тілі, француз тілі, испан тілі сияқты тілдерді меңгере бастау деп айтар едік. Өйткені бұрынырақта осы кеңістікте ақын жазушылар көбінесе сол аударма жазса да сол бір ғана тілден аударатын, мысалы орыс тілінен. Ал орыс тіліне аударылған еңбектер олар белгілі бір деңгейде орыстардың менталитетіне жұмыс істейтін. Сондықтан енді бұл жаһанданудың бір ұтымды тұсы, сол біздер жаңа жас буын тікелей сол түпнұсқадан оқи алды, жаңа тәржіме жасай алды. Сондықтан сол жағынан алған кезде, яғни бізде әдебиеттің кеңістігі кеңейді дейсің ғой. Бұл енді тәуелсіздікпен байланыстырып отырсыз. Жәке, бірауыз мен ол жекені қоса кетейін. Мына әдебиет пен идеология деген, әдебиет идеологияға, мемлекеттік идеологияға қызмет еткізу деген, бұған бұл идеология деген сөздің өзіне де жаңаша көзқараспен қарау керек. Мысалы, Совет одағы идеологияға емес, олар пропагандаға жұмыс істеді әдебиетті. Насихатқа салды дейсің ғой. Насихат. Партияның саясатын насихаттаудың құралына айналдырды әдебиет. Ал әдебиет үшін жалғыз-ақ идеология бар. Ол адам. Ұлттық тәрбие. Адам. Әдебиет тәрбие деген мәселе әдебиеттің көп функцияларының бірісі ғана, және ол негізгі функциясы емес әдебиеттің. Ал мемлекеттің идеологиясына қызмет еттіру дегенде, бұл жерде мемлекет әрине өзінің хал қадірінше әдебиетке жалпы жазатын қауымға өзінің тиісті қамқорлығын жасап келе жатыр. Тіпті қиын тәуелсіздіктің алғашқы қиын кезеңдерінің өзінде бізде мемлекеттік тапсырыспен кітаптар шығып отырды. Қазір тіпті оның көлемі кеңейіп, бірте-бірте жазушыларға, қаламгерлерге қаламақы төлейтін деңгейге жетіп қалды. Мысалы, былтырдан бері кәдімгі заң қабылданып, бізге қаламгерлеріміз, алдыңғы буын ағаларымыз мемлекеттік тапсырыспен кітаптарын шығарып қаламақылар алып жатыр. Бірақ қазіргі ең басты мәселе, менің ойымша, әдебиеттің тым деңгейінің оқырманның деңгейімен бірдей болып кеткендігі. Сондықтан
бізге қазір әдебиет туралы түсініктің өзі қарабайыр болып кетті. Ақынсың ба? Өлең жазу оңай ғой. Сен жаңағы теорияда қалыптасқан үлгі бойынша бірінші жол, екінші жол, сосын төртінші жол ұйқастырып өлең жазсаң, демек ақынсың. Қазір баспада көп, кітап шығаруда қол жетімді. Сондай шалдыр шатпақтарын апарып, адамдар жеке ұсақ түйек баспалардан кітаптарын шығарып алады да, содан кейін сен де ол кіммен, мысалы қазіргі Несіпбек Айтұлы кітабын шығарды ақын, мен де кітабын шығардым, мен де ақынмын деген сондай қарабайыр түсінік қалыптасып келе жатыр. Бұл әдебиеттің, біздің әдебиетіміздің тым қолжетімді болып қалғанынан, сондықтан әдебиеттің мемлекеттік идеологияға қызмет еттірген ең басты идеология әдебиеттің деңгейін көтеру. Оқырмандардың деңгейіне түсіп емес, оқырманды сол биік интеллектуалдық деңгейге тарту басты себеп болу керек деп ойлаймын. Ереке, дұрыс айтасыз. Мына жерде жаңа өте қосып өтсем. Мен де қосайын. Подкаст болғаннан біз де жүргізушілер пікір қосуға құқығымыз бар, иә. Екеуміз бірімізге қосып отыр. Және әдебиет маған бөтен тақырып емес. Азаздан қосыңыздар, азаздан қосайық. Ерекең жаңа дұрыс айтып отыр да. Әдебиеттің көп міндетінің бірі жаңа тәрбие құралы болу. Одан кейін неге бізде қазір ана көркемдік кеңестер өз деңгейінде жоқ? Мысалға, осыны ойлануымыз керек, ең бірінші. Әдебиетке, оған бәр нәрсеге сапа болу үшін көркемдік кеңестің жөні дұрысталу керек. Мысалға, өте дұрыс, жаңағы қосылам. Кейбір ақындар бар, ақшасы жоқ. Иә. Дұрыс ба? Иә. Оның расымен де шынайы кітаптарын шығара алмай жүрген қанша азаматтар бар. Бір ел арасында мәтел бар еді ғой. Киімдер бар, ішінде адамы жоқ. Адамдар бір үстінде киімі жоқ деген сияқты. Кітаптар бар, ішінде өлеңі жоқ. Кітаптар бар, ішінде өлеңі жоқ. Кітаптар бар, ішінде өлеңі жоқ, мысалға. Кітаптар бар, өлеңінің көлемі көп, короче. Мерғали Ибраевтың бір несі бар, керемет өлеңі бар, бір шумағы. Кей жырдың айғайлаған сұсы басым, кей жырдың кеудесі абай түсі қасым, өлеңнің көптігінде қуанасың, ақынның аздығына қысыласың дейді. Кезінде Дулат Исабектің бір айтқан бір әзіл әңгімесі бар еді, бір қой шағасы болыпты. Бұл енді қой бақпайды дейді, тамақ жасап қойған жарты тамағын жеймін дейді күнде. Сосын кітап оқып отыра беремін дейді. Сөйтіп тұрған кезде әкеңнің аузы қазір басыңнан бір теуіп ақын қылып жейін ба деп сол секілді қазір басынан тебілгендер көп дейсіз ғой. Қазіргі сол жалпы ақын деген өзі ұғымның өзі бір сен сайқы мазақ сияқты көретін бір сондай деңгейге жеттік біз. Қазір осы әнші, актер, сондай биші, бақсы құшынаштар бірінші орынға шықты да ақындардың деңгейі төмендеп кетті. Сені біреу көріп қалса, давай маған бір бір шумақ өлең шығарып жүрші. Бір шумақ өлең жазып жүрші, сен Мұқағалисың ба, сен сонда Мұқағалисың ба деген сияқты. Мұқағалиді ғана таниды. Сондай бір нелер пайда болды да, үрдістер. Сосын жаңа Ерболдың айтып отырған дұрыс, бірақ мен қоса кеткім келетіні, бізде кейінгі уақытта осы мемлекет тапсырыспен кітаптар жақсы шыға бастады. Былтырда осы 2-3 жыл бұрын бізде мемлекеттік сатып алу деген бағдарламада іске қосылды. Дегенмен енді өзімде басы қасында осы жүргеннен кейін сол жұмыстардың былтыр бір байқағанымыз, осы біздің осы кейінгі буыннан бір 2-3 ақын жазушының ғана шығармасы жаңағы мемлекеттік сатып алуға ұсынылды. Соны сатып алдым, мысалы. Енді басқа өңірлерді білмеймін, мүмкін әр өңірден бірде-екілі ақын жазушылар қосылған шығар. Бірақ өзі былтырда жаңағы сайт порталдарда жарияланды, сол жаңа ұтып алған, жаңа ақшасын алған адамдардың ішінде, мысалы жастардың 30 кітабын шығаратын ақшаны белгілі бір
жаңа қаламгер ағаларымыз сол мемлекеттік сатып алумен алған екен. Енді ол кітаптарды қарасаңыздар, ішіне жинақталған шығармалар сол бұрынғы жазылған жаңа зерттеу еңбектер немесе жаңа прозалық шығармалар әйтеуір бұрын жарияланып кеткен соның тең жартысы. Сөйтіп бір жаңа беделді бұрынғы беделін пайдаланып сөйтіп бір жағынан күнкөріске де айналдырып отырған сондай біздің ақсақалдарымыз бар. Сондықтан енді бұл жағына келген кезде жаңағы көркемдік кеңес құрылып, олардың ішінде жастар көбірек болса, сондай бір ауқымды жұмыстар жүргізілсе деп ойлаймыз. Ал енді көркемдік кеңестің бір жоқтығы бізде көркемдік кеңестің құрамына кіретін адамдарға бізде жеткілікті деңгейде жаңағы ақысын, материалдық жағдайын жасап бере алмай отырмыз. Сол себепті көркемдік кеңестердің өзі қазір жоқ. Мысалы, жылына бір рет осы жазушылар одағында сол жыл қорытындысы өтеді. Сол кезде бір газеттің бір бетіне көлдей бір мақалалар шығады, бірақ одан бір өніп жатқан, бір шығып жатқан нәтижелерді. Бұл енді әдебиеттегі әттеген-ай тұстар дейсіз ғой. Жоқ, әрине, оны қазір сіздер әдебиеттің ішінде жүргеннен кейін, осы өлкөде өлең өлкөсінде отырғаннан кейін өздеріңіздің көзбен көріп отырған нәрселеріңіз. Енді ол қарапайым халыққа, дәл қазір бізді көріп отырған көрермендерге сәл түсініксіздеу де болуы мүмкін. Бірақ орнымен, сіздің айтып отырған сыныңыз орнымен, шынымен де мемлекеттік тапсырыс жүрген жерде бармақ басты, көз қысты бізде анық жүреді. Ол тұрғыда әлі де зерделейтін нәрселер көп. Сондықтан көркемдік кеңестің керек екені әрқашан айтып жүруіміз керек. Көркемдік кеңестің керек екені ол және мемлекеттік деңгейдегі көркемдік кеңес болу керек. Мысалы, енді думан бүгінгі тақырыпты әкеліп отырмыз. Мысалы, осы жердегі талқылап отырған тақырыбымыздың өзінде. Қазір біз ары қарай қазір әдебиеттің үрдістерін айтып жатсақ, мына поэзияға көшеміз. Оның ішіндегі эстрададағы поэзияның көрінісі. Сол жас өзің біраз сындарың бар жазып жүрген осы тұрғыда. Солай емес пе? Әрине, қазіргі тақырыпты жәнегі ойыстыратын болсақ егер, расында да қазіргі таңдағы әндердегі поэзияға жалпы көңілдеріңіз тола ма, әлде айтарларыңыз болса осы тұстан? Сіз айтыңыз, мен қосайын. Жалпы кейінгі уақытта бізде әннің жаңа сөзі бір өте төмен деңгейге түсіп кетті деп айтсақ та болады. Әрине, енді арасында жақсы әндер де бар. Бірақ сол кезіндегі мына Шәмшінің, Бақытжан Байқадамовтардың кезіндегі есті сөздер бізде жоғалды. Дегенмен енді біз сол кезеңдерді аңсап отыра беруге де болмайды, және де қазіргі қоғамның өзгерісіне байланысты әннің мәтіндері де заманға бейімделіп, сол қазіргі біздің сүріп отырған өмір сүру ортамызға бейімделгені дұрыс. Сол жағына алған кезде мына кейінгі уақытта Нұржан Өмірбаевтың Қайнар Алагөсіптерін әнге жазып жатқан сөздері кәдімгі жұп-жұмыр, жаңағы тілге жеңіл, жаңағы сазына да өте бір керемет үйлесім тауып сөйтіп шығып жатқан әндер бар. Дегенмен бір жаңағы айтады ғой, песенник дейді ғой, сонда песенник ақындар көп, олар сол әйтеуір әнге дәлме-дәл түсіреді, буынға дәлме-дәл түсіреді да, бірақ ұйқасы бар болды дейсіз ғой. Жаңа жүрекке тиетіндей бір сөздер болмайды да сол әнде мәтіндерінде. Сондай бір проблемалар бізде байқалып жатыр. Бұл енді әншінің талғамына да қатысты шығар деп ойлаймын. Өйткені жаңағы Нұржанға ұсыныс, Нұржанға әніме сөз жазып бер деп қолқа салатын адам, ол тегіннен Нұржанның алдына бармайды ғой. Нұржанның сөзін айтқысы келеді. Нұржан жазып жүрген сөздердің деңгейін біледі. Сөздің салмағын біледі. Әнші де ойлану керек деп ойлаймын бұл жерде. Бұны ертең мен жеткізе аламын ба? Ары қарай жеткізе алмайым ба? Ал енді жоқ, жай әншейін Нұржан жазған әннің бәрі хит болып жатыр екен деп сондай эмоциямен баратын болса, әңгіме басқа. Одан тағы бір айта кететін жағдай, мына бізде
қазір ақыннан қарағанда осы композитор мен әншінің несі басым, жаңа десі басым дейді ғой. Олар өзінің талабын қоя алады, өйткені ақындар көбінесе енді тапсырыс орындаушы ғана болып қана қала ма? Иә, әйтеуір күнкөріс деген сияқты. Содан олар айтады, бізде осындай ән бар дейді. Жаңағы музыкасы бәрі дайын, сен осыған енді сөз жаз дейді. Буын санын санап беріп. Содан ақындар отырады енді анан буын санын санап әйтеуір бір мәтін жазып береді. Ол енді көп жағдайда бір өзінің жоғары деңгейінде шықпай жатады. Ал кезінде байқасаңыздар, осы жаңағы ақынның жазған сөзіне сазын жазып беретін болған да. Сондықтан көп жағдайда әннің мәтіндері бір жұғымды, көңілге қонымды болатын. Сондай бір мәселелер бар. Сосын тағы бір айта кететіні, кейінгі әншілер әннің сөздің мән мағынасын дұрыс түсінбейді. Олар алады да айтады, мына сөзіңізді ешкім түсінбейді ғой, жастарға бір өтімді бір модный сөздер жазып берсеңізші деген сияқты. Сөйтіп жаңағы онсыз да түні бойы жаңағы көз шырымын алмай әнді математикалық есеп құрастырған, сканворд құрастырған сияқты сөйтіп жүйке шығарған ақын ертеңінде айтады, бар жөніңе жүш деген сияқты. Сондай жағдайлар да болып жатыр. Сосын әншілер қазір көп жағдайда әннің мәтіндерін өте бұзып айтады. Оған енді Мұқағалидың да жаңағы ақ қаздар арасынан ақ қуымды ажырата алмаған сормаңдаймын дегенді ақ қыздар арасынан ақ қуымды деп айтып жүргенде сондай бір дәлдіріштер өте көп. Сондықтан енді бұған да бір жаңа өздеріңіз айтып отырғандай көркемдік кеңестің жұмысы керек ақ. Ереке, осы тұстағы ойыңыз. Осы мына барлығымыздың көз алдымызда өтті ғой. Бәрі осы жігіттердің көбісі осы тәуелсіздікпен құрдас жігіттер ғой. Мына өзі қазақ қоғамы өзін іздеу барысында қарап отырсаңыз көп нәрседен өтті. Мысалы баяғыда анау басына ақ киім киіп алып, аппақ киім киіп алып, автобуспен мол аралайтын бір сондай сондай тәуелсіздіктің алғашқы жылдарын сондай бір неше түрлі әулие әмбиелер, бақсы балгерлер көбейді. Тіпті соңында жұртты ығыр қылды. Біз сол кезеңнен өттік. Одан кейін намаз оқу модаға айналды. Оның соңы тіпті жаңағы неше түрлі радикалды діни ағымдардың соңына жетуге дейін барып бірте-бірте тіпті соңында сақалдың сүйкімсіз көрінуіне дейін келді. Қазақ ол кезеңнен де өтті. Сол сияқты біз мәдениетте де, өнерде де, руханиятта да осындай жиіркенішті бір тиісті кезеңдерден өтіп, өзіміздің тиісті интеллектуалдық сатымызға қарай өрлеп бара жатырмыз деп ойлаймын. Мысалы, бізде бұрындары неше түрлі арзан шоулар, тойдың арзан әншілері, арзан сөздер, тіпті арасында боқтығы бар сөздерді әнге қосып айтуға дейін модаға айналды. Бірақ бірте-бірте пандемияның кезінде адамдар кішкене бәрібір адам шын адам болса, ол неге биік рухани деңгейге қарай ұмтылады. Қарынның мәселесі шешілген соң, адам шын адам болса, міндетті түрде рухани кеңістікке қарай ұмтылады. Соған байланысты қазір біздің музыкамызда да, өнер әдебиетте де кішкене сондай биікке қарай ұмтылатын жақсы үдеріс бар. Бұл бірінші мәселе. Екіншіден, мына қазір заманауи музыканың мелодиялары өзгеріп бара жатыр. Баяғы біздің кезіміздегі деп бір 70-ке келген адам сияқты. Біз жақсы көріп. Бізде соны ойлап қойып, сосы ерекең нешеде деп. Әңгімені айтып отыр, сол есіме түсіп кетті ғой, 70-тегі адам ұқсап. Жоқ, біздің ауылда бір кісі бар еді. Көршісі бар да, сол ата бір күн ренжиді анам. Сәкең дейді,
бір әңгіме бастайды да бірақ сен ол кезде баласың ғой деп айтады. Айналайын ау, арамыз 2-ақ жас сондағы дейді, бұлдап жүретін 2-ақ жас дейді. Ана кісі біледі де жаңағы елдің арасында сөйтіп түсіріп қалса ашуланып бүйтіп кетеді біледі екен. Ана кісі бүйтіп әңгіме бастап келе жатады екен. бірақ ол кезде сендер баласыңдар ғой дейді. Ана кісі содан бұлғандар қапап жүреді екен сол. Жақсы, Ерекең кезіндегі әндерді тыңдайық. Жоқ, біз мына ауылда өскен, қазақи ортада өскен адам болған соң шығар, мына мүмкіндігінше дәстүрлі ән күйлерге құмар болып, соған сусап өстік қой. Шәмшінің әндері жақын болды. Сондай зарықты, сондай неге ұлттық колориттер көп әндер бізге жақын болды. Бірақ қазір енді ол әндерде бар, бірақ қазір музыканың ағым несі өзгеріп бара жатыр. Соған біздің поэзия екеуінің арасында бір рухани алшақтау бар. Алшақтау бар. Содан кейін бізде қазір ол да бір жаңағы мына Совет одағынан кейін тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы кішкене қоғамдағы күйреудің әсерінен қалған, бізде өнердің түрлерінің арасында байланыс жоқ. Мысалы, біз ақындармен, жазушылармен ғана араласады. Мысалы, біздің керемет бізбен замандас суретшілер бар, музыканттар бар. Олармен бір-бірінің арасында мүлде рухани байланыс жоқ. Сондықтан олар өзінің таныс адамдарына немесе танысты арқылы өтініш айтып жазғызады. Және бұл жерде сол композиторлар мен әншілердің өзінің интеллектісінің деңгейіне байланысты. Олар қазіргі қазақ әдебиетінің өзімен замандас ақындардың өлеңдерін, шығармаларын оқымайды. Мұқағалидың кезімен қалған, одан кейінгі ақындарды арасында бірен-сараны болмаса ешқайсысы оқымайды, танымай жатады. Соның кесірінен барып жаңағы сапасыз әндер, сапасыз мәтіндер шығып жатады. Осы ең бастысы біздің жазушылар одағы бар, Олжекең отыр, Астанадағы филиалдың жастар бөлімінің жетекшісі. Біздің жазушылар одағы жаңағы менеджментпен көбірек айланысу керек деп ойлаймын. Сол өнер, бізден басқа өнердің салаларымен арамыздағы байланысқа көбірек көңіл бөлген дұрыс шығар деп есептеймін. Сонда өнер бір-бірімен байланысты болса, бір-бірімен рухани жалғастығы болса, даму жақсы болады. Ақындар мен жазушылардың бір-бірімен ғана араласып өз қазанының ішінде қайнап жүруі, бұл шын айтында келген тоқырауға алып келеді деп ойлаймын. Мына ойыңыз өте дұрыс екен, Ереке. Шынымен де жаңа сіздер айтып отырғанда еске түсіп отыр да, бізде мына өнердің өкілдерінің арасындағы байланыстың сондай алшақтап кеткенін байқауға болады. Жаңағы яғни әрқайсысы өзінің қазанында ғана қайнап жатыр да, екінші бір жерде не болып жатқанын біле бермейді. Кезінде мысалға Шәмші атамыздың әндері шыққан дәуір. Енді ол бір ұлтқа не болып қалып отыр ғой қазіргі ол кісілердің қазына деп айтсақ болады. Сол кезде ол кісі ақындармен тығыз қарым-қатынаста жүрген еді ғой. Тарихы бар ғой әр әннің, мысалы бір ақынды шақырып алып жаздырып. Және өзінің талғамы мықты болған ғой. Мысалы алдында Көпен ағамыз айтып отыр да, кім Мұзафар Әлімбаевқа жаңа Ақ маңдайлым деген ән жаздырған кезде 16 рет жазғызыпты әнді, мәтінді сөзін қайта сызып тастап. Сөйтіп ана кісі енді бәрібір сөзін тыңдайды, өйткені жаңағы Шәмшінің деңгейін біліп тұр. Ал әйтпесе жаңағыдай байланыс болмайтын болса, жаңағыда әрі жүр деген құрмет болмаса дейсіз ғой ол кісіге деген. Содан кейін біздің қазіргі әдебиеттің тағы бір үлкен проблемасы, негізі бұл ең негізгі проблема. Бізде әдебиет теориясы мүлде ескерусіз қалды, дамымай қалды. Мен мысалы өзім филологияны оқыдым. Біз сонау 1960 жылдардағы оқулықтармен
1950 жылдардағы оқулықтармен Зейнолла Қабдылов пен Есмағамбет Исмаиловтардың кезіндегі теорияны оқып жүрміз. Ал қазір әлемде әдебиеттің теориясы мүлде басқа арнаға өтіп кетті. Мысалы, бізге біз студент кезімізде жастар, студент балдар нені көркем шығарманы өзекті идеясы, жаңағы шарықтау шегі, бірдеңкесі, сонымен талдайды. Қазіргі әдеби шығармаларда ондай стандартқа түскен әдеби шығарма жоқ. Сен қазір шарықтау шегін басында көруің де мүмкін ғой, мысалы. Неше түрлі әдеби ағым бар. Бізде сондықтан мына қазіргі теорияны жаңарту керек. Дамыған әлемнің теориясын бізде сосын аударса, сол бетімен алып, ап етіп жұта салатын бір жаман әдет бар. Оны әлемнің теориясын аударып, оны қазақи таным түсінікке келтіріп, қазақи менталитетке жақындатып, нәзиралық жолмен аудару керек оны. Мысалы, қазір аударылды, анау аударма бюросы аударды ғой, 5 том әдебиет теориясы деген. Сол оқулықтарды бір 3-4 курстарда сол оқулықтарды оқытуға болады. Әйтпесе біз өзімізбен замандас басқа елдерде де біз сияқты әдебиетпен айналысып отқан адамдар бар ғой, олардың әдебиеті қай бағытқа келді, олар қандай теорияны оқып жатыр, бізде мүлде мағлұмат жоқ. Біз сондықтан әдебиетті дамытқымыз келсе, әдебиеттің теориясын заманауи деңгейге жеткізуіміз керек. Баяғы ескі сүрлеуден шығуымыз керек. Ол ескі сүрлеудің өзі қаламгерді стандарттауға келіп соғады. Сен тарихи артқы көрінісі мұндай болады, мынау кәдімгі рамканың ішінде қаласың. Осы біздің әдебиеттің дамуына ең негізгі тұсау болып отқан мәселенің бірі осы әдебиет теориясы. Осы негізгі мәселе деп ойлаймын. Жақсы. Қазіргі таңда әдебиетте жалпы сіздер ақын ретінде оқырмандарыңыздан қандай қарым-қатынас бар? Осы қарым-қатынас әдебиеттің дамуына, және ақынның өзінің шығармашылығының өркендеуіне бірден бір себеп сол ғой. Кері байланыс дейсің ғой, хат алмасасыздар ма дейсің ғой. Мысалға, хат алмасала ма, немесе жазған шығармаларыңыздың жетер жеріне жеткенін қалай білесіздер? Қазір енді біз ақын деген халық өзі негізі жаңағы менеджментке жоқтау халық қой. Өзін жарнамалауға дейсіз ғой. Оны тіпті біздің таным түсінігіміздің өзінде оның дұрыс екенін біліп тұрсақ та, соған намыс жібермей тұратын, табиғат жібермей тұратын кездер болады. Сондықтан жаңағы бұның негізгі жолы, тағы да алдымызда әлемнің елдері тұр ғой, мықты елдері, мықты баспалар алдымен бір нені ақынмен жақсы келісім шартқа отырады. Содан кейін сол ақынға қаржы салады, кәдімгі кәсіпқой бокс сияқты. Қаржы салады, сенің неңді алдымен олар енді саған келісімшарт жасасқан кезде сенің әлеуетің үшін жасасады ғой. Сенің мүмкіндігіңді бағалайды, содан кейін сенімен келісімшарт жасасады. Содан кейін барлық нәрсе тура бизнестің өз бағытымен жасалады. Бізде мысалы 30 жылдан бері сіз қай баспаның бір қаламгерді жарқыратып шығарып, сол қаламгермен баспасының атын шығарып, сол қаламгермен базар иелеп кітап сатқанын білесіз. Бізде ондай әдеби агентура деген, кітап бизнесі деген мүлде жоқ, қалыптаспаған. Біздің баспаларымыз тек қана мемлекет сауын сиыр ретінде сауып келе жатқан баспалар. Тапсырыстарды, мемлекеттік тапсырыстарды ғана күтіп енді сол қазіргі жаңа ашылған ондай биік деңгейге көтерілмесе де орта деңгейлі, шағын деңгейлі баспалар бар. Мысалы, ілгерілеушіліктер бар. Ненің әдеби агентураның алғашқы көріністері бар. Арман Әлменбет бар. Сосын мынау кім бар анау? Ерболат Мұхамеджанов па? Жоқ, ұмытып қалдым. Ерболат
Айтбайұлы ма? Иә, кітап сататын дүкендері бар, не баспасы бар. Сондай шағын баспалар қалыптасып, авторлармен қазір енді бізде ондай оқырмандардың базасы қалыптаспаған соң, олар қазір мүмкіндігінше шет елдің әдебиетін аударып, соны дұрыстап жарнамалап сататын сондай деңгейге келіп қалды. Бірте-бірте бұл осындай үлкен кәсіптің деңгейін айналады. Негізі бір жағынан табиғи тұрғыдан айтқанда біздің өзімізді жарнамалай алмағанымыз, жарнамалауға қызықпағанымыз, бұл біз ол бизнеске кірсек, біз табиғатымыздан айырылуымыз мүмкін. Бұл басқа кәсіп өкілдерінің міндеті. Ал бізде қазір оқырманмен кері байланыс тек әлеуметтік желі арқылы ғана. Біз өлеңдерімізді жазамыз, әлеуметтік желіге саламыз, соның астына пікірлер келеді, немесе жекеңе жазады, немесе бір жерден баяғы студент кезінде шыққан кітабыңды тауып алып, соны кітапханадан оқып, сосын неге Фейсбукқа, неге Телеграмға бірдеңкеге хат жазып жатады. Біздегі қазіргі байланыс, әдеби байланыстың ең төменгі қарапайым хат хабар алмасу деңгейінде. Бұл біздің әдеби нарықтың қалыптаспағандығының себебінен. Осы Ереке, жаңағы ойыңыздан ой қозғалып отыр ғой. Жалпы біздің әдебиетте, ол прозада болсын, ол поэзияда болсын, мысалы тақырып талғауға қаншалық талғаммен қарап жүрміз? Біз осы жанр таңдай алып жүрміз ба? Мысалы, әлде бізде қалыптастыруға бола ма негізі жанр таңдап жазуға? Әйтпесе, енді қазір бәрі айтып жүр, біз біраз болсын кітапты оқитын адамдар білетін едік, мысалы президенттің әкесі кезінде жаңағы детектив жанрының өкілі болған. Ал бүгінде сол жанрда ол кісінің ізін басатындар бар ма? Ол кісінің жүріп өткен жаңағы уақытты өзіміз айтып отырған 20-шы ғасырдың бел ортасы, мысалға шығарған кітаптары болсын. Осы тұрғыда тағы да бір біздің ақындар жаңағы негізгі мүмкін тақырыптарды, заманауи тақырыптарды дөп баса алмай жүрген жоқпыз ба дегенде бір сауал туады. Мысалы осы жанр туралы жақсы әңгіме қозғап отырсың. Өзім осы жанрлардың қазақ енді поэзиялысындағы, сатирасындағы біраз жанрларды өзім бала күнімнен іздеп оқитын. Кезінде мысалы баллада деген жанр бар. Оны Қайнекей Жармағанбетовтер бастады. Сол Өтежан Нұрғалиевтер осы балладан дамытты. Кеңшілік Мырзабековтер, Ғапу Қайырбековтер, Сырбай Мәуленовтер. Осы жанр кейінгі уақытта мүлдем бір кенжелеп қалды. Сондықтан кейінгі уақытта енді осы жас буында өзіміз бар, Ербол бар, Айдын Байыс деген жігіттер осы жанрды ақырын алға қарай сүйреп, осы жанрда да бір еңбектеніп көрсек дегенбіз. Сол сияқты мына сатирадағы эпиграмма жанры бар. Сол эпиграмма жанрында да кішкене мен жазып көрдім. Әрине бұл эпиграмма жанры тоқтап қалған. Содан бірден енді бұл жанрға жаза бастағаннан кейін, кезінде Жарасқан ағалардың енді эпиграммалары болды ғой. Мен жазып бастап едім, бір кісілер жаңағы адресіне қабылдап, өзінің жеке адресіне, сөйтіп жаңағы жұдырығын ала жүгіріп, сөйтіп бір қарсылықтар көрсете бастады. Ол енді бұл осы жанрдың бір мақсатының орындалғанын деп те ойлауымыз мүмкін. Дегенмен осы бізде жанрды қабылдау жағы да бір кенжелеп, қабылдау мәдениеті де қабылдау мәдениеті де кенжелеп қалды. Сондықтан қазіргі бізде ақын жазушыларымыз айтып жатыр, поэма жанрын жазбай ақ қою керек, өйткені поэма оқылмайды деген сияқты айтады. Оның екінші бір жағы бар, көпшілігіміз енді шыны керек өзі бір эпик ақындар болады. Мысалы Несіпбек ағамыз сияқты сол поэма жанрына көп бізде көптеген жас бара алмай жатады дендеп. Өйткені жаңағы шама шарқы да жетпей жатады. Сондықтан олар сол өзінің минусын, бойындағы кемшілігін жабу үшін, ой, бұл оқылмайды ғой, одан да өлең жазып жүре берсек қалай деген сияқты. Содан кейін жаңағы көлдей
романдар шығып жатыр, оларды да ешкім оқымайды деген сияқты. Бірақ кейінгі уақытта мен бір байқағаным, оған бір дәлел ретінде Рысбек Дәбидің жаңа Қоңыз деген романы шықты. Сол романдар жақсы оқылып жатыр мысалы. Сондықтан бізде көбісі кемшілігін сол жанрға бара алмай жатқан, сол жанр керек емес деген сияқты сондай әңгімелермен де жауып кететін жағдайлар бар. Сондықтан бізде қазір әдебиеттану мамандығында осы жанр тануды да көбірек қарастырса деген сондай бір тілегіміз бар. Өйткені жанр өлетін болса, ол әдебиеттің де жаңағы ертеңі бұлыңғыр болады. Кезінде осындай эпиграмма, филетон, мысалы филетон жанрда өліп қалды. Кезінде бір ауылға барып жаңағы әкімнің былығын ашатын болса, жаңағы полиция қызметкерлері емес, осындай филетонщиктерді жіберген екен да, филетонистерді. Сол сияқты былығын ашып, кейін оған тиісті жазасын берген. Сол сияқты Европада 40 филетоншыны ұстайтын болған дейді, қазір пул сияқты. Мысалы журналистер пул бар ғой. Сөйтіп жаңа мемлекеттің бір ішкі құрылымын реттеп отырған дейді. Бізде сондай жанрлар өлгеннен кейін біз жалпы осы тек қана поэзия, проза деген ғана осы жанр бар сияқты. Бұның себебі не? Неліктен бұл жанрлар өліп қалды дейсіз? Өйткені сатира өзінің мысалы мақсат өзінің позициясын жоғалтып алған жағдайларда бар. Және де екінші жағынан осы жанрлар бізде сол кезіндегі жаңа классиктеріміздің деңгейінде қалып қойды да, олардың өзін мысалы балладаның өзін заманға жаңағы сәйкестендіріп, кейіпкерлердің өзін біз бере алмадық. Бере алмай жатырмыз да. Әйтпесе кейіпкерлер ортамызда жүр. Сол сияқты біз заманға сәйкестендіре алмай жатқан болуымыз да мүмкін. Біз бар ғой, Олжас дұрыс айтасың, негізі көп жағдайда қазір мысалы сол әдебиет өкілінің бірі өздеріңіз ғой. Біз журналистер жағынан болсын сауал салып сөйлессек, ой қазір оқырман табу қиын, оқырман жоқ, адамдар кітап оқымайды дейді. Мен дәл осы пікірге келіспеймін. Адамның кітап оқуы деген ол әркімнің өзінің жеке бір мәселесі деп қарауға болады. Бірақ кез келген адамда рухани вакуум бар да. Ол оны толтыру үшін оқиды. Жаңағы мысалы өзің айтып отырған Рысбектің Қоңызын оқыдық. Тағы Бейбіт Сарыбайдың тәтті әңгімелерін оқып жүрміз. Дұрыс айтасыз. Бұл енді әлеуметтік желіден көзіміз шалған. Кімнің Есболат Айдабосынның Сүлік қарасын қарап шықтық мысалы. Алдық қой ішінен. Тағы Нұрғалымның оқып жүрміз ғой. Сондықтан оқырман табылмайды деген ол жаңағы Олжас айтып отырған көп сылтаудың біреуі деп ойлаймын. Тек біз ол қазіргі кез келген жерде торт пісіретіндерде егер торт дәмсіз болса айтуына болады. Ой, қазір халық торт жемейді деп. Басқалар бар. Тәтті торттар пісіріп жүргендер. Дәл сондай тур осындай нәрсе ғой. Мәселе сұранысты күтпей біз өзіміз ең бастысы баяғы неден ерте кезден қалған бір иллюзияны жоғалту керек. Әдебиет жаңағы торт пісірушілерден ешқандай өзгешелігі жоқ, ол да бір кәсіп. Ал бізде әдебиет, ақындық деген бір пайғамбарлық сияқты сонда сойтып бір қасиетті болып жүру керек сияқты сондай түсінік қалыптастырған. Ақындар да өздерін мен жаңағы құлағымда құдай сыбырлап. Енді біздің дінімізге салсақ өз пайғамбарлардан кейін ақындар түседі деген ғой. Бір сөз қоса кетейінші, жаңағы оқырман туралы айтып жатырмыз ғой. Бізде өзі оқырмандар қай кезде қандай бағытқа бұрылады? Өйткені бізде кейінгі уақытта осы халықтың арасында мысалы стресс, күйзеліс, жабырқау сондай бір үрдістер байқалып жатыр. Сондықтан да әлеуметтік желіні қарап отырсаңыздар, көп оқылатын ақындар әлеуметтік желіде. Бұлар жаңа адамға мотивация беретін өлеңдер. Қазір шынымен де қарап отырсаңыздар, басқа бағытта да шетелден аударылған
мотивация беретін, мысалы психологиялық, қаржылық, ыңғай мотивациялық кітаптар қазір сатылу жағынан алдап. Сол сияқты менің байқағаным, ана Саят Әбенов деген сияқты бір әлеуметтік желіде ақындар шықты ғой. Солардың өлеңдері, көпшілігінің өлеңдері, сен жабырқама, орныңнан тұр, ертең алда бір жаңа жарқын таң күтіп тұр сен деген сияқты өлеңдер болады. Ал енді ақындар енді өзінің бір талғамы бар ақындар ондай өлеңдерді ой ол өлең емес қой оны жазып жүрген деген сияқты. Бірақ дегенмен де қосуға болады. оқырман бірақ қалай дегенмен де оқырман сол өлеңдерді оқып жатыр. Сондықтан мүмкін сол тақырыпқа барып мүмкін жаңағы соны шынайы өлеңге айналдыру да керек шығар. Олжас жаңағы менің айтқым келгені де осы да, біз жанрды мүмкін дөп баса алмай жүрміз депші. Сондықтан жаңағы Саят бауырымыздың өлеңдерін білеміз. Ол да Саяттың да деңгейін білеміз ғой. Ол жазам десе көркемдік қылып жаза алады. Бірақ ол түсініп отыр. Әлеуметтік желіде қандай көлемдегі өлең бірінші қабылдай алатын, жұтып алатын, ары қарай ол жаттанды болып кете алатын. Саят өзі тақырыпшыл ақын ғой. Қоғамдағы тақырып болса, мысалға, бірінші соған арнап өлең жазып қояды, енді оған күле қарайтындар бар. Мен бірақ дұрыс деп ойлаймын. Өйткені ол сол деңгейдегі оқырмандарды, ал соны алға қарай жылжытып алу Саят пен біздердің еншілеріміз ғой негізі. Енді қоғамда бір үдеріс пайда болса, соған арнап бір өлең жазу, мен оны қабылдай алмаймын. Бұлар журналистердің ақпараттық мақаласын ұйқасқа айналдырып жазу, бұл әдебиетті аздыратын нәрсе. Сосын жаңағы көлем мәселесіне келетін болсақ, көлем жаңағы Олжекеңнің айтып отқан дұрыс. Қаламгер өзінің потенциалы сол көлемге жетпейтін болған соң аңыз ойлап табады. Сіз кейінгі жылдардағы Нобель алған жазушылардың шығармалары біздің тілімізге аударылды. Кім? Орхан Памук, Сезім музейі, менің атым қырмызы да, ал жаңағы Қытайдың жазушысы Моян, өлім мен өмір азабы. Мынандай 800 бет, 1000 беттік роман. Соны олардың өзінің ана тіліндегі оқырмандар оқып жатыр. Бізде аударып алып, біздің замандастарымыз да оқып жатыр, және бір-біріне үнемі сол мәселелерді талқылап жүр. Мәселе шығарманың сапасында. Мысалы, Таласбек ағаның 5 том кітабы шықты. Негізі ол кісіде 10 том, мемлекеттік тапсырыспен 5 том шықты. Содан кейін соған қосымша жаңағы Зирапай ағаның жары өзінің жеке қаражатына қосымша шығарды кітапты. Қалған 5 томын? Талап алдық. Сосын жаңа мен Ахмет Кенесаринның Насиапнама Сұлтан Сыдық деген кітабын Шағатайшадан аударып, жаңа ғылыми түсініктемелерін жазып шығардым 2000 данамен. 1,5 айда таусылып қалды. Сұрап жүрген адамдар әлі де көбейіп келе жатыр, мүмкін қайтадан тағы да бір баспаға жіберемін. Бізде халық руханиятқа шөлдеп отыр, және жақсы кітаптар өтеді, өте жақсы өтеді. Жаңағы мысалы Ұларбек ағамыздың Даяғашшы, ол нарықты зерттеген жоқ, этнографиялық жазба өте ме өтпей ма деген, ол өзінің рахаты үшін жазып шығарып еді. Сол кезде неге ол керемет өтеді? Біздің халық өзінің түп төркінін іздеуге өте қатты құштарланып жүр. Өте қатты құштарланып жүр. Оның неше түрлі себептері бар. Жаңағы сөздің басында Думан бауырымыз айтты ғой, жаһандану туралы. Қазіргі бұл да әдебиетке байланысты ғой, кішкене рұқсат болса.
қазіргі заманауи әдебиеттің үдерістері заманауи қоғамның үдерістері жаһанданудың жалған идея екенін көрсетіп келе жатыр. Жаһандану қайдан шықты? Ең басында екі әлемдік соғыс, екеуі де асқынған ұлтшылдықтан шықты. Европа кәрі құрлық сол ана асқынған ұлтшылдықтан әбден шаршады. Содан кейін сол ұлтшылдықтарын тастап бірігейік деп Европалық одақты ойлап тапты, глобализация. Бірақ түптің түбіне келген кезде әр халық әр ұлт өзінің мүддесін ойлайды. Пандемияның кезінде көрдік қой, қайда жаһандану? Әркім шекарасын жауып, өзінің халқының қамымен болып кетті. Үйдің тыныштығын. Бүгінгі саяси үдерістерде соны көрсетіп келе жатыр. Түптің түбінде ұлт, мемлекет өзінің мүддесін ойлайды. Өзімен өзі қалады дейсің ғой. Өзімен өзі қалады. Өзіңмен, сенің өзіңнен басқа қазаққа, қазақтан басқа қазақстанға, Қазақстан қазақтан басқа ешкімге керек емес. Сол сияқты Ресей орыстан басқа ешкімге керек емес, немесе Англия ағылшыннан басқа ешкімге керек емес. Сондықтан біздің халқымыздың табиғи қажеттілігі соны көрсетіп отыр. Таласбек аға да ұлттық тақырыпта жазатын, қазақтың өнерпаздар тақырыбында жазатын адам. Сол біздің өзімізге сол қызық болды, және сол керемет өтті, және біз әлемге де сонымызбен қызықпыз. Мысалы, Таласбек ағаның Талтүс романы Америкадағы Индиана университеті өздері ұсыныспен Зирапайға шығып, өздерінің баспасынан шығарып, жеңгеге қаламақы төлеп, ана Амазон деген желі бар ғой, соған салып сатты. Бұл арғы бергі тарихтағы Амазонға түсіп, аналардың өздерінің қызығушылығымен сатылған тұңғыш қазақтың тұңғыш кітабы. Бұл біз әлемге қазақ ретінде қызық екенімізді көрсетеді. Сондықтан ондай біздің миымыз шаятын жалған идеяларға алданудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Жақсы. Енді біраз тақырыпты ортаға салып келеміз. Қазіргі таңдағы ақындардың келбеті. Ақындар не жазып жүр, не айтып жүр, не ойлап, не киіп жүр. Халыққа осы да қызықты. Қазіргі таңдағы ақындар дегенге сіздер қандай көзқарастасыздар? Қалай болу керек? Қалай болуымыз керек? Қандай адам болып қалыптасуымыз керек? Өте ауыр сұрақ екен енді. Шыны керек, бірақ біз енді өзіміз бір енді оң солымызды енді танып келе жатқаннан кейін жалпы бір массаға жауап беру қиындау шығар. Дегенмен жаңа Ербол айтып отырғандай, біздегі ақындық туралы түсініктерді біз сол бұрынғы мынандай жерде тұрған түсініктерді өзімізге қарай кішкене төмендетіп, өзімізге ыңғайлауымыз керек сияқты. Шыны керек, көпшілігі әлі де сол мұқағалилардың, жұмекендердің дәуіріндегі ақындардың келбетін осы қазіргі жас ақындардың ішінен іздейді. Және де ол келбет болғанда, ол сыртқы тұру ғой, жаңағы айтып отырған. Мысалы, сол кезде ақындар ішімдікті көп ішкен, мысалы ақындар болса, олар жаңағы ішіп жүру керек, олардың жаңағы киімі жұпыны, қиялилау, кішкене ауыштау деген сияқты сондай бір түсініктер әлі де бар арамызда. Сондықтан ақындар туралы түсінікті өзгерту керек. Біріншіден, ақындар деген элиталық топ болу керек. Бұлар да жаңағы біздің енді әншілер қазір елдің алдында жүр ғой. Сол сияқты сондай беделде болу керек. Депутаттар сияқты жаңағы қалай айтсақ болады, қалталы болу керек. Жалпы кезіндегі мына кімдер сияқты, Лев Толстойлар сияқты ақсүйек, ерекеңдер сияқты. Лев Толстойлар сияқты ақсүйек болу керек. Ол әрбірден соң ол өзінің шығармасын жазу үшін
Мысалы мен сонау Маңғыстаудағы бір өткен оқиғаны жазуым үшін мен өз қаржыма мен барып келіп сол жақтағы оқиға өткен жерді көріп, сол жақтағы куәгерлермен сөйлесіп, өзім қайтып келіп жаза алатын деңгейге жетуім керек. Оған менің шама шарқым жетіп тұру керек. Ал енді ол үшін менің кітабым өту керек дейсіз ғой. Иә. Ол үшін сен тыраштанып бір кітап сатасың ба, болмаса бір өзіңді жеке жалданып бір жұмыс істейсің ба, сондай бір жұмыстар істеу керек болады. Сондықтан ақындар өзінің ең бірінші материалдық жағдайын көтеру керек. Жақсы. Ереке. Мен бұл сұраққа жауап бермеймін. Бас тартам, мен бұл сұраққа жауап беруден емгеру керек деген сұраққа жауап бермеймін. Жақсы. Ендеше біз ақындар қандай болу керек дегенде, қазақтың ақындары ол жаңа Олжас айтып отырған алдыңғы қатарлы қоғамның азаматтарына айналу керек. Біз қашанғы ақындар деген былай жүру керек, ақындар деген былай жүру керек. Ол емес, ақындарды қоғамнан бөлуге болмайды. Ақындар да қоғамның бір мүшесі, сондықтан қазіргі қойылып жатқан жаңа заманның талабы барлығына ақындар сай болу керек. Ақын үш тілді болу керек. Ақын көпке үлгі болу керек. Ақын ел бастау керек. Ақын жерді қорғау керек. Дұрыс. Қазіргі бізге керек болып тұрған міндетті түрде техникалық мамандықтарды дамытуымыз керек шығар. Бірақ соны ертең елге жеткізіп, біздің жасап жатқан нәрсемізді көрсету үшін де біздің педагогикалық ғылым кемшін қалмау керек. Бізде ораторлық әрқашан тұруымыз керек. Оратор топтар болу керек. Ол артынан елдер талатын, сөзге тоқтата білетін. Сондықтан ақындар, менің білуімше, осы міндетті, осы мүддені ақындар қауымы ойлауға, орындауға бүгіннен бастап дайын болу керек деп ойлаймын. Рахмет. Бүгінгі Олжеге, Ереке, алтын уақыттарыңызды бөліп, осы кешке келіп, алтын ойларыңызды салғандарыңызға, орталарыңызға осындай тамаша нотада аяқтайық. Жақсы. Сау саламатта болыңыздар. Сау болыңыздар. Көп рахмет.